облысы Теміртау қаласы номер 31-ші жалпы білім беретін орта мектебінде Үрек қызы Іңкәр. Мен сіздерге Теміртау қаласының көрікті жерлерін көрсететін боламын. Менің қалам Теміртау. Қарағанды облысының орналасқан Теміртау қаласының мәртебесі 1945 жыл 1 қазанда берілген. Теміртау өте әдемі, үлкен, керемет ғимараттар бар қала. Қазақстан Республикасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаласы. Бұл кісінің құрметті тұңғыш елбасы мұражай ашылды. Бұл жерде көрге тұрарлық орындар бірі. Теміртауда металлургия жақсы дамыған, соған орай қаламызда металлургтер даңғылы орналасты және де шығыс саябағы бар. Бұл саябақ көптеген аттракцион, қысқы баг, аквариум, дене шынықтыруға арналған орындар бар.